Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздерге бүгін таңғы асқа өте пайдалы әрі дәмді болып шығатын американдық панкейктердің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқаны жарып саламыз. Және оның үстіне 50 грамм қант қосамыз. Одан соң венчиктің көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Енді оның үстіне 200 мг сүтті құямыз. Сүтті мен алдын ала жылытып алдым. Сіздер де жылытып қосыңыздар. Және де тағы да араластырамыз венчиктің көмегімен. Жақсылап араластырамыз. Одан соң барып жарты шай қасық ас содасын саламыз. Ас содасының орнына негізі қопсытқышта пайдалануға болады, бірақ мен бүгін ас содасын пайдаландым. Араластырамыз. Және оның үстіне алдын ала електен өткізілген ұнды саламыз. Мен електен өткізіп алдын ала дайындап қойдым. Бұл ұнды 2 бөлікке салып, жақсылап араластырамыз венчиктің көмегімен. Енді оның үстіне 50 грамм ерітілген сары майды қосамыз. Сары майдың орнына маргаринді де пайдалансаңыздар болады. Міне менде осындай қою масса шықты. Біздің массамыз осындай болу керек. Сол уақытта енді біз тапаны отқа қыздырамыз. Қызып тұрған табаға ожаудың көмегімен панкейктерді дөңгелек тәртез етіп құйып шығамыз. Міне бетінде осындай тесіктер пайда болады. Сол кезде біздің панкейктер пісті деген сөз. Енді келесі жағын аударамыз. Осылайша барлық панкейктерді екі жағында аунатып пісіріп аламыз. Міне бізде осындай панкейктер шығады. Міне ортасы барлығы толық піскен, өте дәмді, әрі өте жұмсақ. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар.